жандар. Әдемілік, әдемі көйлек және жаңа жылға психологиялық дайындық. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Жалпы ең алдымен жалпылама сұрақ қояйық. Өздеріңіз жаңа жылды қалай қарсы аласыздар? Жалпы қаншалықты тойлайсыздар? Қаншалықты маңызға ие бұл мереке сіздер үшін? Мен айтып кететін болсам, мен үшін жаңа жыл үлкен маңызға ие. Жылда жаңа жылды біз отбасымызбен, отбасы басында дастархан жайып, балдарымызбен осы жаңа жылды қарсы алатын жайымыз бар жылда. Енді әрине жаңа жыл бұл ғажайыпты күтетін уақыт, сиқырлы мереке. Оған бір бала да, үлкен де бәріміз бір ғажайыпқа сеніп, жаңа жылда бір жақсылықтарға ниетіміз мол болып, осындай бір жаңа жылдан жаңа жылға жеткен кездері өзімізге бір есепте беретін кез ғой былай қарағанда. Сондықтан мен үшін үлкен маңызға ие. Жалпы жаңа жылда адамның барлығы кішкентай кездегі балалық шаққа саяхат жасайды дейді. Енді балалықтан күні кеше ғана өткен жандарымыз ғой. Жаңа жылды қалай тойлайсыздар? Айгүл ханым, келесі сұрағымыз сізге бағытталады. Жаңа өзіңіз де айта кеттіңіз, өзіңіздің басында жаңа жыл, жаңа үміт, жаңа тілек, жақсы ниет, жаңа жоспар, жаңа қадам деп. Психологиялық тұрғыда келген жаңа өзгерістер болу үшін адамның санасы да сол өзгерістерге дайын болу керек, е? Иә. Өз-өзін дайындау керек психологиялық тұрғыда деп жатады мамандар. Ескі жылда осы жіберген қателіктерімізді қайталамау үшін, жаңа жылда жаңа қадамдармен алға өрлеу үшін не істеу керек? Мен бұл жерде енді психологиялық тұрғыдан айтатын болсам, жаңа жылда қателіктерді қайталамау үшін ең бірінші өзімізге есеп беруіміз керек. Есеп беріп, мен қандай жетістіктерге жеттім? Ең бірінші болған бір жаман оқиғалар емес, именно жақсы қандай жетістіктерге жете алдым? Соған есеп берсек. Отбасымыз жайында, немесе жұмыс мансабымыз болсын, лауазымыз бойынша өсім болып жатырса, соның бәріне біз есеп беріп отыруымыз керек. Алдағы уақыттары міндетті түрде мақсатымыз болу керек жаңа жылда. Біз ескі жылға нені тастап кете аламыз? Осы жылда біз нені келесі жылға алып өте аламыз? Жақсылығымызда болады ғой, бәрі. Ол жақсылығымызды жаңа жылда қайталау үшін, әлде де одан арды өрлеу үшін ең бірінші өзімізге мақсат қоюымыз керек. Тайм-менеджментте тайм-менеджмент бойынша алатын болсақ та, адам ең бірінші мақсат қою керек екен. Мақсат болмайтын болса... Бізде дәл осы нақты мақсат қою жағы ақсап тұратын сияқты. Себебі айтамыз, жоспарлаймыз, бірақ соны жасауға келгенде... Баяғы жатас, бір жартас болып қала береміз. Мақсат, енді бұл жерде мен айтып кететін, мақсат қойғанда да өзінің құпиясы бар, өзінің сыры бар. Бізде тілек тілегенде де жаңа жыл дастарханда басында жамандық болмасын деп тілеп жатады. Жамандық болмасын емес, жақсылық болсын, мысал ретінде да. Бұл да деген мақсат ретінде. Ауырмайық деп жатады. Ауырмайғымыз, деніміз сау болсын. Мақсат қойған кездері, жаңағы орысша айтқан кездері не деген бөлік бар ғой, не деген бөлікті мүлдем қоймау керек. Сол кездері және мақсат уақытты болу керек, санаулы болу керек. Мен арман мен мақсаттың екеуінің ерекшелігі бар ғой. Арманда шек жоқ, армандай береміз, оның уақыты да жоқ. Ал мақсатта уақыт болады. Мен қалайды алдағы жылда, 2 айда, 3 айда, мысал ретінде айтатын болсақ, ағылшын тілін үйренгім келеді. Ағылшын тілін үйрену үшін жаңа жылда міндетті түрде 1 қаңтарды күтіп отырудың қажеті жоқ. Қазіргі таңнан сол оқитын курсты тауып, жаңағы көбісі сосын жаңа жылда спортпен айналыссақ, жаңағы әйел азаматтары арықтауға кірісіп жатады. Психологтардың зерттеулері бойынша осы қаңтар айларында фитнес залдарда 20%-ға өседі екен келушілер. Барлығы енді жаңа жылда өздеріне уәде беріп жатады. Дегенмен уәде бергенде де мақсатымыз үлкен айқын болатын болса, оған біз жетуге біздің уәжіміз аз болады. Сондықтан ол мақсатты да біз бөліп отырсақ, қадам сатылап отырсақ, сол кездері әр сатыға жеткен кездері мен жете алдым психологиялық тұрғыда. Менің қолымнан келді, мен жасай алады екенмін
келесі сатыға енді мен өтуіме қалайда оңай болады дейтіндей осылай мақсатты да бөліп сатылап отырсақ, әрине ол орындалады. Ал өзіңізге тоқталсақ, мысалы өткен жыл армандаған, осы жоспарлаған қай жаңағы тілегіңізге, арманыңызға, мақсатыңызға жеттіңіз? Жалпы ескі жылға өкпелеріңіз жоқ па деген сұрақ қой. Менің өкпем жоқ. Мен армандаған, көптен бері армандап жүрген осы біздің білім министрлігі жанындағы дарын ғылыми практикалық орталығының Қазақстан психологтарына өткізетін үлкен додада жеңімпаз болып келдім. Бұл енді мен өзім қойған мақсатым болды. Осы мақсатыма жете алдым. Ескі жылға өкпем жоқ. Сіздерге тауық жылы әлде әрине төрімізде тайраңдап тұр ғой енді. Дегенмен санаулы күндерден кейін ода жылжиды. Дегенмен адамның пошымына, денесе дейміз ғой өзінің. Тән, сәйкес киімнің бәрі де әдемі. Бәрі де әдемі. Дегенмен мерекеге сай болып киіну өз алдына бір мектеп. Өздеріңіз, мәселен, Айгүл ханымнан сұрағым келеді. Сіз мерекені мысалы ұжымдастармен қарсылайық дейік. Шабылып алдын ала, сол үшін қаражатымызды жылдың аяғында жаңағы жалақымыз түседі, сыйақымыз түседі, Құдайға шүкір, барлығы несібеміз. Соның шетінен өзіміздің мысалы қаншасына сіз киімге жұмсайсыз, қанша бөлігін тамағыңызға жұмсайсыз, қанша бөлігін жаңағы әрлеуге, бет әрлеуге жұмсайсыз. Сол жағына бір ақшаны бөлу жағына бір ақыл кеңесіңіз айтыңызшы. Яғни тайм менеджмент сияқты ғой, уақытты жоспарлау деген сияқты, сол сияқты қаражатты жоспарлау қажет. Енді қаражатты жаңа жыл қарсаңында қалай жарататын болса, енді өзім тәжірибемнен болатын айтып кетсем, ақшаны үнемдеуге тырысам. Тамаққа да, киімге де енді жарасымды, қолжетімді етіп өзіме алып жатам, отбасыма да, балдарымыздың мектепке дайындығы бар дегенде, соның бәріне бөліп, жеткізіп жасап жатамыз. Енді осындай жайымыз бар. Бет әрлеу, шаш әрлеу деген жағында енді көбіне өзім стилистпін, өзім жасап жатам. Киім таңдауда да өзім таңдап жатам. Қосымша енді мына қасымда отырған кісілердің көмегіне көп жүгіне қоймай, өзім жасап жатам. Яғни көп шығын шығармауға тырысасыз, иә, жаңа жылдық кешке? Көп деп айтпаймын, ел қатарлы, енді ысырап жасамаймыз. Жасымызға сай дейсіз. Жасымызға сай, отбасы жағдайымызға қарай. Одан бөлек мысалы жас қыздар бар. Олар енді міндетті түрде жаңағы қазақ айтады бүлініп дейміз ғой. Әдемі болып киініп келеді. Әңгімемізді жалғастырамыз. Азғана сәттен кейін қазір біз енді асқазанға баратын нәрселерді өтер. Тамақ турасында Айнұр. Өзің сұрағыңыз. Жаңа жылдық дастарханның жайылуы да мүлде өзгереге. Барынша сән салтанатымен барымызды қойып, жаңағы егер дастархан мол болса, сол жылы тоқшылық болады деген сенім бар ғой. Дастарханға қаншалықты мән бересіздер, қандай тағамдар әзірлейсіздер арнайы жаңа жыл үшін? Айгүл. Дастарханға жаңа жылдық кеңес өкіметінен келе жатырған әлібе салатымыз бар. Әр жаңа жылда біздің үйдің дәстүрі деп айтсақ та болады. Жаңа жылдық тағамымыз ол манты. Бұл жөнінде тұшпара. Бұл жөнінде енді біздің үйде біздің отбасымызға тән бір қызықты оқиғамыз бар. Айтып өтсем болатын шығар. Әрине, мархабат. Осы 2008 жылы мантыны, тұшпараны көп жасап, қонақ көп келеді ғой деп. Иә, көп тығыздап мантоварканың ішіне солай салып, соңында ол мантымыз піспей қалып, шикі болып, содан кейін жылда енді манты жасап, дайындап жатырсам, жаңа жылдық манты деп, осылай бір күліп алатын жайымыз бар. Енді одан кейін ол оқиға қайталана қойған жоқ, дегенмен енді біздің отбасымызда енді әзілге айналып кеткен бір жаңа жыл сайынғы жаңағы қайталанып көретін киноларымыз сияқты бір айтылатын әзіл дейсің, еске алып көретін. Енді жаңа жылдық дастарханды сол жағы сіз өзіңіз айтпақшы, дәстүрлі киноларымызды көріп, қарсы алып отырамыз. Жаңағы міндетті түрде мандариніміз болады. Жаңа жылдық ол да енді бір не ғой,
дәстүр десек те болады жаңа жылдық дастарханның. Жалпы енді жаңалықтан да құр қалып жатырған жоқпыз. Жаңадан сәнге айналып жатырған дейміз бе, сән болып жатырған дүниелер болып жатса, оны да жасап қойып жатамыз. Шама келгенше жаңа жыл дастарханы жеңіл тағамдардан тұру керек дейді. Бүгіні таңға дейін жей береміз. Асқазанға салмақ артуға болмайды, иә? Бұл күні асқазанға әдемі мереке жасаймыз ғой енді. Дұрыстан демалады ол кісілерде. Енді сіздің асхананың көтеру орындарында енді 12-ге дейін үйде боламыз бәріміз отбасының қасында. Одан жігіттер жағы бөлек құрдас дос дегені бар. Басыбос бойдақтар енді міндетті түрде өздерінің тапқан тең жартысы болса, сол жылы жартысымен қарсылады. Болмаса достарымен қарсылады деген ол түсінікті нәрсе ғой. Жалпы жаңа жылды қайда қарсы алу керек? Бізде қазір бөлініп қойды. 12-ге дейін үйде, 12-ден кейін түзде деген сияқты пікір бар. Қаншалықты келісесіз? Енді мен бұл жерде консервативтік пікір айтатын болармын. Енді біз енді орта жастағы отбасы, балалы, шағалы болғандықтан әрине біздер үйде қарсы аламыз. 12-де енді жаңағы от шашарымызды шашып, қарсы алып, үйде боламыз. Көбінде енді дәстүр деп айтпақ қояйын, кей кездері енді шығып, жаңағы алаңға, қаладағы алаңға шығып, шыршаның жанына барып, суретке шығып, жасап жататын жайымыз бар, бірақ біз енді отбасыда көбіне үйде отырамыз. Енді отбасы... Білесіздер, желтоқсан айында сыйақы, жалақы деген бар, жылдың аяғы болғасын бәрін аламыз. Қалтамыз қалыңдайды, шүкір. Сол кезде бас көзсіз ақша шашатынымыз бар. Кез келген әлеуметтік сала болсын, басқа да салаларда түсінікті жылдың басында алғашқы айда екінші айға дейін, жылдың екінші айына дейін жалақы түспейді. Сол кезде жаңа түскен желтоқсандағы ақшаның бәрін сауып тастаймыз да, енді арып-аршып жүретін кездеріміз болады. Бұл тұста қандай қағидаларды есте сақтауымыз? Осындай жағдайлардан қалай шығу керек? Енді дұрыс айтасыз, жылдың соңында еселеніп жаңағы сыйақы алып жатамыз, табысымыз көбейіп жатады. Көбінде енді ойланбай, алдада күн бар екен, алдағы айда қаңтар айы күтіп тұрғанын ойланбай жаратып қойып та жатады ғой енді кісілер. Өз басым өзіме келетін болсам, жаңағы бір себетте ұстамаймын. Ақшаны бөліп, жаңағы алдағы уақыттағы жұмсалатын қаражатты алып қоюға тырысып жатамыз. Қаңтар айында енді аман есен өтіп, ақпанға жетсек деп жуанымыз жіңішкеріп сөйтіп қалатын кез болады. Дегенмен енді қайталап айтып өтіп кетейін. Енді біз енді бірнеше жыл, 20 жылдық отбасымыз, өзіміз енді үнемдеп, үйрендік деуге де болады, үнемдеп жаратуға тырысып жатамыз енді. Бірақ енді айтатын ақылым, жаңа жылдағы сиқыр кез, ғажайып кез деп жатамыз ғой, соған буына мастанып қалып жатады. Қарамай шаша береміз. Мақсат қою керек деп алдын айтып жатырмын ғой, сол сияқты ақшада есепті жақсы көреді деген сөз бар ғой. Мақал дейміз ба? Санаған жақсы көреді деп. Сол сияқты ақшанда өзінің орнымен, өзінің жайымен, қай кездері алдағы уақыттары тәуекел рисктарға бармай, сол керек дүниені алып қойып жоқ сияқты. Енді жоқ сияқты алып қойып келесі айда керегіне жаратып отырса, құба-құп болар еді деп ойлаймын. Сосын осы міне ақшаны көп жаратып қоюдың негізгі себебі ананың үйіне барамыз, мынаның үйіне барамыз деп сыйлықты көп сатып аламыз ғой, шексіз шетсіз. Бұл кезде мен енді барлық қазақ еліне бейбітшілік тілеймін. Алда келе жатырған жаңа жылда тек қана жаңа табыстар болып, ойлаған мақсаттарымызға жетуге тілектеспін. Алдағы отбасымыз аман болып, ата-анамыз аман болып, аман болсын деп тілейміз. Барлық уақыттары деніміз сау болсын. Осы Маңғыстау киелі
жер азаматтарына тек қана өрлеу, алдағы уақыттар тек қана жақсы жерден көрініп, жақсы атаққа ие бола беруіне тілектеспін. Сонымен қоса өзімнің әріптестеріме, өзімнің достарыма, бәріне тек қана жаңа жылда жақсылық тілеймін.